Шұғыл жаңалық. ақш-тың президенті Дональд Трамп Қытай басшысы Си Цзиньпинге үндеу жасап, Гонконгтың танымал медиа магнаты әрі демократияны қолдаушы Джимми Лайды босатуға шақырды. Джимми Лай бұрынғы Apple Daily газетінің негізін қалаушы. Ол Гонконгтағы ұлттық қауіпсіздік туралы заң аясында бірнеше айып бойынша қамауға алынған. Трамп Джимми Лайды саяси тұтқын деп атап, оның қамауда болуы сөз бостандығы мен баспасөз еркіндігіне нұқсан келтіреді деп мәлімдеді. Қытай билігі бұл істі елдің ішкі мәселесі деп санап, ұлттық қауіпсіздікке қатысты заңдардың қатаң сақталатынын бірнеше рет мәлімдеген. Батыс елдері мен адам құқықтарын қорғау ұйымдары Джимми Лайды босатуға шақырып, Гонконгтағы азаматтық бостандықтардың шектелуіне алаңдаушылық білдіріп келеді. Бұл үндеу ақш пен Қытай арасындағы адам құқықтары мен Гонконгтың автономиясына қатысты шиеленіс жалғасып жатқан кезеңде айтылды. Джимми Лай қамауда қала беруде. Ал халықаралық қысым күшейіп келеді. Оқиғаның даму барысын Abp News арқылы бақылаңыз.